Сәлем балалар, ана тілі 1 сынып 11 сабақ, тақырыбы жуан және жіңішке дауысты дыбыстар, әже өлеңі. Бірінші жаттығуда өлеңді мәнерлеп жаттап ал дейді. Әже, мейірімі жібектей, күндей ыстық құшағы, ет жүрегі елжіреп, құлын үндеп құшады. Жан жуытпай маңына, ас сақтайды кәрі әжем, бес ап кесем алдында биік дейді дәрежем. Авторы Сырбай Мәуленов. Сырбай Мәуленов Торғай облысының Жанкелин ауданында туған. Бірінші шумақта мейірімі жібектей, әженің жұмсақ, нәзік, ерекше мейірімді жан екенін білдіреді. Күндей ыстық құшағы, әрдайым жылылықпен қана беретін, қорғайтын мейірімділігін білдіреді. Ет жүрегі елжіреп, құлыным деп құшады. Құлыным деген еркелету мағынасында әженің немересін деген аналық махаббатын, оны өз баласына қатты жақсы еркелететінін білдіреді. Жан жуытпай маңына, ас сақтайды кәрі әжем. Бұл жолдар әженің немересіндегі тағы да бір қамқорлығын тағы бір көрінісі. Ол немересі үшін ерекше тағам дайындап, оны басқадан қорғап, сақтап отырғандай. Яғни ең жақсы көретін немересіне сақтайды деген білдіреді, яғни сарқытты. Бес ап кесем алдында биік дейді дәрежем. Немересінің әжесін қуантуға тырысатындығын, оның алдына жақсы оқып, үлгілі болып, әженің мақтанышына айналғысы келетінін көрсетеді. Сұрақ: әженің құшағын неліктен күнге теңеген? Бұл өлең әже мен немере арасындағы жылы қарым-қатынас туралы баяндалады. Қазақ халқының отбасы құндылықтары мен дәстүрлерде көрінісін байқауға болады. Әженің мейірімі жұмсақ, жібектей, нәзік, жүрекке жылу сыйлайтындығын білдіреді. Әжесінің құшағы күн сәулесіне жылы, ыстық, немереге деген қорғаныш пен сенімділік сезімі байқалады. Әжесінің ас сақтайды жолы қамқорлық жасау, әженің аяулы жан екенін білдіреді. Сондықтан бұл өлең жолдары әрбір немеренің жүрегін жылытып, өз әжесін еске түсіруі сияқты. Әженің құшағы дегеніміз неке? Әженің құшағы жанға жайлы, қамқоршы, мейірімді, жылу беретін, нұр шаты және тағы басқа. Өлеңдегі сөздердің жіңішке дауысты дыбыстарды тап. Мейірімі, е, жібектей деген е, күндей е, ет, жүрегі е, елжіреп е, кәрі әжем е, бес келсем е, биіктейді е, дәрежем е. Бұлардың барлығы да жіңішке дауысты дыбыстар екен. Енді қосымша мағлұмат беріп кетсек, и дыбысы жіңішке дауысты. Сөздегі басқа дауысты дыбыстар қараймыз. Яғни мен ол жіңішке болып тұр. Сондықтан бұның барлығы жіңішке дауысты дыбыстар. Қазақ тіліндегі буын үндестігі заңы бойынша сөз жіңішке басталса, қалған дыбыстар да жіңішке болып жалғасады. Сондықтан биіктейді сөзі бірыңғай жіңішке буынды сөз. Екінші жаттығу нүктелердің орнына тиісті әріптерді қойып көшіріп жатыр. Мысалы, күрек, бүркіт, көбелек деген сөздерде біз мына жерде күрек, бүркіт, көбелек бұл орфография, яғни жазылуы, күрек, бүркіт, көбелек ол орфоэпия, айтылуы екен. Енді ереженің түсіндірмесі: күрек дегенде дыбысынан кейін тұрған дыбысы айтылуда ге ұқсап кетеді. Бүркіт дегенде дыбысының әсерінен келесі буындағы дыбысы еріндік болып айтылады. Көбелек дегенде сөз басында болса, келесі буындағы дыбысы айтылғанда болып айтылады екен. Үшінші жаттығу жаңылтпаштығында: әсел ән салды, әжесі тамсанды, әсет ән салды, атасы тамсанды. Қай сөздерде жіңішке дауысты дыбыстар бар? Өлеңнің шумағында өнерге, еңбекке деген құрмет туралы айтылған. Әселдің ән салуына, әжесінің тамсануы өнерге деген жоғары бағаны білдіреді. Ал әсеттің жануардың салуына, атасының тамсануы еңбекке, іскерлікке деген ризашылықты көрсетеді. Екі жағдайда үлкендердің жас ұрпақтың бойында қабілеттерге, дағдыларға және іс-әрекеттерге деген мақтанышы мен оң көзқарасы айтылады. Тамсану, қатты риза болу, таңдану, сүйсіну, мақтаныш сезімін білдіру, немесе немерелеріне ата мен әженің ән салу мен сурет салуына аса жоғары баға беріп, оларды мақтан тұту. Әсел деген сөзде мен жіңішке, ән әжесі әсет деген бұлардың барлығы жіңішке дауысты дыбыстар екен. Дәптермен жығыз, з дыбысын әдемілеп
әрпін көркемдеп жазасыңдар балалар. Көмніктенің орнына тиісті әріптерді қойып көшіріп жазасын. Жан-жағында мінекей әріптер тұр Қадыр Мырзалиев өлеңінің. Сонан кейін з дыбысында басында келеді сөздердің мысалы, ортасында келеді және соңында келеді екен. Баланың да тілегі, дананың да тілегі ауырмасын ешқашан аналардың жүрегі. Өлеңде бала да, дана да, адам бір ғана тілек айтады. Аналардың жүрегі ешқашан ауырмасын. Яғни аналар қайғы көрмей, аман сау, бақытты болсын деген ой. Өлеңнің негізгі идеясы ананы құрметтеу, ананың қадірін білу, оған мейірім мен қамқорлық жасау екен. Тілек деген сөзде жіңішке дауыс дыбыстар жүрегі деген Балалар, бүгін біз әже туралы, ана туралы өлең оқыдық. Жіңішке дауысы дыбыстарды анықтадық. Сабақ аяқталды.